Күрдіден шығып жатырмыз. Күрдіден мостты бітіріп қойды уже. Мына жерден знакты да қойып қойды, односторонний кірпіші знактар. Кірпіші знакқа көнбегендерді анау яқта мигалкамен тұр гаишниктер. Көбісі өтіп кетіп жатыр әлі, сонда да ана кірпіш знакта пысқырмайшы. Әлі табличкалардың бәрін алып тастады енді. Бұлай өтпеңіздер. Енді тек қана прямой кетесіздер. Астана прямой. Мына солға қарай жүруге болмайды енді уже Астанада. Астында гаишниктер тұр астында. Олар сразу ұстайды. Осылай айналма жол енді жасап қойды бізге көптеген. Жақсы негізі осы айналма жолы жақсы, чем манаған қарағанда. Айналма жолы жақсы. Айналма жолмен кетеміз. Онда адамдар тұр ғой ана жерде. Не адамдар бұлар? Жас балдар бля. Істеп жүр бұлар мына. Түннің бір бағында, Шығанаққа келдік, Шығанаққа. Мына Бесовой. Алдымызда Бесовой. Короче, Мерке, Талдықорған, Қаргөз, Бесовой штрафтарды ұрып жатыр екен, перегруз деп. Перегруз бар ма, жоқ па, қарамай жатыр екен ғой врач. Шетінен батырлатып жатыр екен бір штраф. Бұл да сондай уже нөсер болғанына Шығанаққа керек. Сондай таңатта 5:30 болды сағат. Шығанақтан шығып жатырмыз. Штраф масқара салып жатыр дейді. 700 мыңда, миллионда перегруз дегенге штраф масқара шығып жатыр. Сонда жақтан дұрысынан салса мысалы штрафты, көп балалар айтады, перегруз болған жоқ. Әр кетсе 8 тонна болған деп сөйлейді. Соғанда штраф салып жатыр. Тоннажды дұрыс есептемей ме? Бесовойларға дәлелдеуге десе олар айтатын күні штрафқа түскеннен кейін ТТН-каң болса соны дәлелдеуге болады. Тоннажың сол штрафқа түсесің, содан кейін 3 сағаттан кейін қана жарамды. Сен білмейсің ғой штраф саған қай уақытта келеді, 1 суткадан кейін келе ма, 2 суткадан кейін келе ма. Бұл жағын бәрін дұрыстап қарастырса негізінде. Қай уақытта салат береді, қай уақытта келеді саған Каспийға. Сол жақтары да. Сол жақтары дұрыстаса, қарастырса. Енді жол әдемі, жол тамаша болды, алдындағыдан қарағандай. Ойды алдындағы жол дегенді айтып машина возможно еді как баласа то дігірің деп жүрген. Қазір әйтеуір Құдайға шүкір более-менее жақсы болып қалды. Шикарный асфальт болды ғой қазір.
қымбаттау да қымбаттау ақшасы. Кішкене арзан болса шіркін жақсы болады. Қазақстанның машиналарына кішкене арзан болса жақсы болады. Бағасы негізінде қымбаттау. Солай. Алдымызда достар кафе қазір. Жақсы онда. Саршағанға келдік, Саршаған. Прозерск екен ғой бірінші, Прозерскқа келдік. Күз келді, уже күз басталды, жаздағындай ыстық жоқ, күн суық уже. Да, міне қалада шөп жоқ. Осындай жағдай. Манның артынан ұрып келатыр қалмай. Или ман жай жүріп келатыр, или мен қақ жүріп келатырмын болып келатырмын. Саршағаннан шықтым да. Прозерскқа келген кезде жаңа Прозерский мост искусства новый грандел тұрған бір жақ лобовой что-то трещина не болған. Артында КамАЗ тұр прицеппен ящиктер келіп жатыр. Анда-санда жол өте қиын. Байқамасаңыздар жолда ұйықтап ұйқыны қандырып шықпасам қазір уже күн салқындағанның белгісі ма деймін да. Трассада да машина азайтты қазірше, заправкаларда да машина аз. Осыдан бір 10-15 күн заправкада километр машина тұрады. Пробканың көкесі заправкада еді ғой. Қазір уже азайыпты. Қазір уже балғашта суға түсіп атқанда да жоқ шығар, түндеген масқара суық көрдім. Қазірдің өзі салқын. Бір жақ тереземізді ғана ашып отырып қой, қалған тереземіз жабық. Салқын аты. Сөйтіп қазір Саршағаннан өттік, басып келатырмыз. Алдымыз қазір Тасаралдан бір жүгімізді тастаймыз. Тасаралға келдік, Тасарал. Уже ұйқы келе бастап жатыр ше. Неге келдім? Завтракта ішпедік, завтрак. Столовыйлардың бәрі жабық болып тұр, үлгермейін деп жатырық та. Құдай қаласа әбетті бірақ ішеміз. Бағана звондап айтып едім, Тасарал мен келе жатырмын деп. Неден шықтым деп. Әлі жоқ мына машина. Енді бұны күтеміз енді. Үйге кетіп қалайын ба тура? Кетіп қалайын ба, машина жоқ. Звондап айтайық, мына бір коробканы алу керек. Звондап айттым жаңа Саршағаннан шыққанда, шығыңыз, мен келе жатырмын деп. Білмеймін адамдарды вообще. Мынау хов айдайтындар түсінбеймін да менше.
осыны обочиныйда тұрды жанында 7-8 қуып отырды. Мен келе жатыр, менің алдымда бір Сороковка обгон жасады. Артында Альфард келе жатыр. Мен қобалар шықпайтын шығар десем, жоқ. Поворотнигінде жаққан жоқ, түгінде жаққан жоқ, похуй. Бірінші полосаға, обочиныйдан бірінші полосаға бірақ шықты. Мен жақындап қалдым, Альфард да артында маған жақындап қалды. Сонымен мен енді амал жоқ поворотникті жағып, сол жаққа обгонный полосаға қарай шықтым. Альфард пропускать етті мені. Рахмет Альфард енді. Сөйтсем бұл Астанинский Альфард екенді. Анау 13, 17 деп болғанда өткізбейтін беді ол Альфард. Сөйтіп өткізіп жүрдім енді. Сол қобаларға айтамын да, айнаға қарамайсыңдар ма, или сендерде поворотник деген жоқ па сендерде? Түсінбеймін осы қобайды айтыңдар. Обочиныйда тұрып, бірден шыға салатындарды түсінбеймін де, машина келе жатыр. Түсінбеймін, қай жерлеріңмен ойланасыңдар ма? Короче, бар ғой. Үшеу біреу ғана шықпайды ғой, үшеу бірінің артынан бірі шығып жатыр ғой, үшеу бірінің артынан бірі. Бір ешектер ма? Түсінбейсің, переглан жасап жүргендер ма? Білмеймін ғой. Артта келе жатыр да, талапта болды. Солай, Құда қаласа Балқашқа кеп қалдық енді ше. Шашақ келе жатқан кезде. Автобус кетті ғой, автобус. 05, 522-05. Алматыйская область. Сәл қалды Балқашқа, сәл қалды деп келеді. Вот, хоба. Иванычқа келдік қой, Иванычқа. Балқашқа келдік әйтер, өйтіп өртті алдым. Ихо деген страшно кетіп келеді енді. Тура Балқаштың төбесіне түрдім ғой. Алла тәула. Өйтіп істеп бітірдім әйтер жүрсін. Страшно кетіп келеді. Дегенде келе жатыр қайтабір. Даф. Қай жерден көрбем мына қызыл дафты. Бұл жерден көрбем жана. Келе жатыр. Балқашқа келдік, Балқаш. Мына жерде знак тұр бля. Түсіруге барадық. Әйелдің жолы бочтет асфальттық жасап көптеді әйелдің. Өйтіп жеттік әйтер Балқашқа да. Аман есен енді жүкті түсіріп қайтамыз Алматыға қарай. Әрең жеттік қой. Шаршап кеттік қой, шаршап. Енді ұйықтап аламыз Құда қаласа.